Мына видеодағы жерге салынған суреттерді көргенде тарихи бейне ме, әлде масондардың қандай да бір әрекеті ме, я болмаса жасан интеллект көмегімен жасалған шығар деген заңды сұрақ туындауы мүмкін. Егер видеоны көріп сұраққа жауап таппасаңыз, біз сізге қазір осының ақиқатын айтып береміз. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрмеймін деушілерге бірден айтайын. Видео рас. Ата-бабамыздың қолмен жасамаған, масондар мен жасанды интеллекттің мүлде қатысы жоқ. Бұл геоглифтер деп аталады, оның авторы археолог әрі тарихшы Андрей Астафьев. Бейнедегі геоглифтер Айрақты Шоманай таулы алқабында орналасқан. Андрейдің айтуынша геоглифтер галереясын ең алғаш 2017 жылы өз қолмен барып жасаған. Тіпті ол туралы мақала жариялап, бәрін баяндап береді. Геоглиф жасаудағы басты мақсаты Маңғыстау өлкесіне туристерді тарту екен. Сол үшін де елімізге танымал 5 бейнені таңдап, кейін барып өз қолмен жасаған. Танымал 5 бейне деп жоғарыда айтып кеттім ғой. Негізінен олардың атаулары бар екен. Қасиетті арқар, дала кентавра, күн түйесі, ата-баба алақаны және космогониялық құдай деп аталады. Ең ірісі күн түйесі, ұзындығы 350 метр, ені 270 метр болса, ең кішісі қасиетті арқар 150-110 метр болады. Бұл идея Андрейге Перу елінде орналасқан атақты Наска геоглифтерін көргеннен кейін пайда болады екен. Қаншама адам осы Наскадағы геоглифтерді көруге барады. Бізде неге осындай жасамасқа деген ой келді дейді автор. Сол үшін де Айрақты Шоманай шөл аймағын таңдағанын айтады. Бір қызығы геоглифтер уақыт өте келе пішінін жоғалтып, тіпті кейбірі жерге сіңіп кеткенге ұқсайды. Олай дейтініміз Google өрістегі бейнелер 3-4 жылдан кейін өше бастаған. Мысалы 2018 жылы спутник арқылы түсірілген суреттер мен 2022 жылғы суреттерде кейбір бейнелердің өшіп қалғанын байқаймыз. Ал сіздің ойыңызша геоглифтер туризм дамуына үлес қоса алды ма, әлде пиары онша жүрмеді ме? Жалпы сіз бұл туралы естіп пе едіңіз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз, шындыққа сіздің де таласыңыз бар.